Абай Құнанбайұлы 6-шы қара сөз. Қазақтың бір мақалы: өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік дейді. Бірлік қандай елде болады, қайтсе тату болады, білмейді. Қазақ ойлайды: бірлік аты ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда байлықтан не пайда, кедейліктен не залал? Ағайын құрмай, мал іздеп не керек? Жоқ, бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малынды беріп отырсан, атасы басқа, діні басқа, күні басқалар да жалданып бірлік қылады. Бірлік малға сатылса, антұрғандықтың басы осы. Ағайын алмай бірлік қылса керек, сонда әркім несібесін. Құдайдан тілейді, әйтпесе құдайдан тілемейді, шаруа іздемейді. Әуелі бірінен бірі пәле іздейді, не түсін, не ажарын, не өкпесін бұлдап. Ол болмаса бір пәле салып, қорғалатып, әйтеуір бірінің бірі алдаудың амал іздесе, мұның қай жерінен бірлік шықты? Ырыс алды тірлік дейді. Ол қай тірлік? Ол осы жан кеуден шықпағандық па? Жоқ, ондай тірлік итте де бар. Ондай тірлік қымбат көріп, бұлдаған адам өлімді жау көріп, ақыретке дұшпан болады. Жанын қорғалтып, жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, ез атанып, дүниеге әлгі айтылған ырысқа дұшпан болады. Ол айтқан тірлік олар емес. Көкірегі, көңілі тірі болса, соны айтады. Өзінің тірі болсан да, көкірегін өлі болса, ақыл табуға сөз қалмайсың. Адал еңбекпен ерінбей жүріп, мал табуға жігер қыла алмайсың. Кеселді жалқау қылжақпас, әзір тамақ әзір ас. Сыртын пысық, іші нас, артын ойлап ұялмас. Болып жүріп, тірімін деме, одан да Алла жіберген ақ бұйрықтың өлімін өзі артық.